Әңгіме Джеймс есімді адамның ұзын және бос болып көрінетін тас жолда жылдам келе жатқанынан басталады. Ол алаңдап, тым кеш болғанша алда тұрған қауіпті байқамайды. Өйткені бірнеше секундтан кейін ол кенеттен оның жолында келе жатқан жүк көлігімен бетпе-бет соқтығысып қала жаздады. Осынау күтпеген бейберекетсіздіктің ортасында жас келіншек кенеттен жолдың ең дұрыс емес жерінде пайда болады. Көлік соқтығысып қалмас үшін оны шетке секіруге мәжбүрлейді. Және осы кенет қозғалыстың салдарынан чемодандары жерге құлап, оның жеке заттарын шашып бүлдіреді. Жағдайды одан сайын ушықтыра отырып, ол жаңа ғана тоқтаған автобусты сағынып қалады. Өйткені көлік мүлдем қараусыз қалады. Күту. Жас келіншек жаңа өмір іздеп, үлкен қалаға көшуді жоспарлаған, бірақ оның чемодандарының қираған күйі бұған жол бермейді. Енді оның амалы жоқ. Оның бір ғана жолы бар. Ол Силенд Хиллге оралу. Ол тұратын жерге. Джеймс барлық жағдайға өзінің жауапты екенін түсінеді және өзін қорқынышты сезінеді. Ол кінәнің толығымен өзіне жүктелген іштен арылып, оны қажет жерге апара алатынын айтып, оған көмектесуді ұсынады. Жас келіншек бірден екіұштылық танытып, оған сенімсіздікпен қарайды, қашықтықты сақтайды және сақ болады. Бірақ Джеймс ол жерде қалатынын және ол дайын болғанша бақылап отыратынын айтып, егер ол мұны жасамауды шешсе де, оның қауіпсіз болатынына сенімді екенін айтты. Оның көмегін қабыл алыңыз. Оның табандылығымен және шынайы қамқорлығымен бетпе-бет келгенде, ол ақырында бас тартады. Джеймс оған сөмкелерін жинауға көмектесе бастағанда, кенеттен қатты жел соғып, ауа біртүрлі ауыр және ыңғайсыз болады. Мэри есімді жас келіншек бұл әрқашан біреу Сайланд Хиллге жақындаған кезде болатынын түсіндіреді. Бұл жердің өзінде сана бар сияқты. Ол адамдарды өзінше қарсы алады. Дегенмен, шиеленіс күшейіп, бірдеңе болатын сияқты болып көрінген сәтте, көрініс күрт өзгеріп, мұның бәрі Джеймстің қиялында ғана болғанын көрсетеді. Ол жолда емес, қараңғы барда отырды. Әбден мас болды. Оның телефоны үнемі шырылдайды. Бірақ ол қоңырауларды елемейді. Оның жағдайының аянышты болғаны сонша, қызметкерлер оның аяғынан әрең тұрғанын тез түсінеді. Джеймс агрессивті түрде дауласып, күзетшілермен физикалық қақтығысқа түседі. Ал қоңыраулар олар оны жеңіп, сүйреп апарғанша келе береді. Оны бардан шығарып, аяусыз қоқыс жәшігінің жанына тастаңыз. Телефон ақыры жауап бергенше табанды түрде шырылдай береді. Арғы жағында оның психологы тұр. Ол оны осындай аянышты күйде болғаны үшін қатты жазалайды. Ол олардың келесі күні кездесуі бар екенін айтып, оны жіберіп, алмау керектігін ескертеді. Ақырында ол үйге әбден шаршап, физикалық және эмоционалдық күйзеліске ұшырап келеді. Ішке кіргенде Мэридің хатын тауып алады. Хатта ол жан түршігерлік оқиға болғанын және оған шұғыл түрде қажет екенін айтады. Екі рет ойланбастан, Джеймс дереу Силенд Хиллге баруды шешеді. Ол тіпті нөсер жаңбырда да тартынбайды. Бұл оның көңіл күйін тамаша көрсетеді. Ол Мэридің өмірінің әйелі екеніне сеніп, оны табуға бел буып, оған толықтай көңіл бөліп, кетіп қалады. Ол көлік жүргізіп келе жатқанда, оның ойы көлік жүргізіп келе жатып, ұйықтап қалғанша оған үнемі назар аударады. Біраз уақыттан кейін Джеймс абдырап оянып, қоғамдық дәретхананың жанында тұрғанын түсінеді. Ол айнаға шаршап-шалдығып, қайғыға батып, өзіне қарап, Мэридің хатын шын мәнінде бар екеніне сендіргісі келгенде қайта оқиды. Ол Сайланд Хиллде онымен бірге өткізген жақсы сәттерін есіне алады. Ал айналасындағылардың бәрі оған мұны істеуге рұқсат беру керек деп талап етеді. Әрі қарай өмір сүріңіз. Бірақ Джеймс мұнымен келісе алмайды. Өйткені ол Мэриге әлі де қажет екеніне қатты сенеді. Ол өзінің саяхатын Силенд Хиллге барған сайын тереңірек жалғастырады және жол бойында Анджела есімді жас әйелмен кездеседі. Ол ауыр сөмкені алып жүруге көмектесуін сұрайды. Олар біраз уақыт бірге жүреді. Анджела соңғы кездері жиі жаңбыр жауып тұрғанын байқайды. Ал Джеймс Мэриді көрдің бе деп сұрағанда, ол оны таба алмайтынын ескертеді. Су ластанған кезде бәрі кетеді. Өйткені бұл әрқашан жаман нәрселерге әкеледі. Анджела өзін ресми түрде таныстырады. Және егер ол іздеген адамды таппаса, оны күтуді ұсынады. Джеймс алға жылжып келе жатқанда, ол Мэримен бірге өткізген әрбір сәтін есіне түсіре бастайды. Ол кезде бәрі басқаша болған. Силенд Хилл әлі де жылы, жанды және қонақжай болып көрінетін. Ол оған берген уәделерін есіне алады және бір күні олар Силенд Хиллге бірге көшетінін айтқанын есіне алады. Мэри, алайда, ол туралы бірдеңе біліп алу мүмкін деп қорқатын. Джеймс оған деген сезімін ештеңе өзгерте алмайтынын айтып, оны үнемі тыныштандырды. Қазір ол қалаға тереңірек үңілгенде, ол өсіп келе жатқан және тұншықтыратын қорқынышты сезінеді. Қала қараңғы, қараусыз қалған, қираған ғимараттарға толы
және барлық жерде қоқыс шашылған, және бұл жер ешкімнің қатысуын қаламайтын сияқты. Осыған қарамастан, Джеймс тоқтамай, алға қарай жүре береді. Ол алда келе жатқан қауіпті көрсететін ескерту белгісін көрді. Бірақ тар және тар аллеяны таңдап, оны елемеуге шешім қабылдады. Ол жерде біреу бар ма деп айқайлады, бірақ жауап ала алмады. Кенет ол көрші түннелден келе жатқан музыканы естіді. Дыбыстан кейін ол парақпен жабылған жерде жатқан адамның жанынан радио қабылдағышты тапты. Джеймс жайманы бүктеуге жақындағанда біртүрлі дыбыстар ауаны толтырады. Ал адам оны ұстап алып, әрі қарай жүрмеуді ескертіп, үйде қарғыс атқан нәрселер бар екенін айтты. Бұл қала. Осы кезде Джеймстің телефоны тағы шырылдады. Бұл оның психологы, оның кездесуді өткізіп алғанына ашуланғаны анық. Джеймс өзін Сайланд Хиллде деп мәлімдейді, және ол жерде қорқынышты нәрсе болып жатыр. Бірақ ол оған сенбейді және дереу оралуды бұйырады. Ренжіген және абдырап қалған Джеймс телефонды қойып, жақын маңдағы дүкенде шамдар жанып тұрғанын байқайды. Ол сол жерге пайдалы нәрсе табамын деген үмітпен кіреді. Ал ішінде Мэри туралы естеліктер оған қатты әсер етеді. Ол Мэридің оны Сайланд Хилл тұрғындарымен таныстырғанын есіне алады. Олар оған отбасының қаланы салуға көмектесіп жатқанын айтып, бір күні Джеймс те сол жерден өз орнын табады деп мәлімдеген. Кенеттен қатты айқайдан естеліктер үзілді. Джеймс артына бұрылып, оған бұрын ескерткен, қазір денесі адам танымастай күйіп кеткен адамды көреді. Ол әрекет ете алмай тұрып, оған қаланың бұралған құбыжықтарының бірі желімделген қол деп аталатын пішіні бұзылған тіршілік иесі лақтырылады. Джеймс өз өмірі үшін жан аямай күресіп жатыр. Ол тіршілік иесін қуып үлгереді. Соның салдарынан ол құбырларда жоғалып кетеді. Бірақ қауіп мұнымен бітпейді. Радио қайтадан сықырлай бастайды. Және қаланың өзі Джеймске алдағы сұмдықтар туралы ескерткенде қорқынышты ескерту береді. Түн түскен сайын көлеңкеден көбірек тіршілік иелері шығып, Джеймс өзін қоршап алады. Тарақандар үйірі жерден көтеріліп, оны қуа бастайды. Ол қатты үрейленіп жүгіреді. Фонар қолында қатты дірілдеп, қашып кетуге тырысқанда, ол сүрініп, жерге қатты құлап кеткенше. Ол көтерілуге тырысқанда, сансыз гротескілік тіршілік иелерін байқайды. Ойға келмейтін пішіндерге оралған денелер оны бақылап, жан-жақтан қуып келеді. Шарасыздықтан Джеймс есікті тарс жауып, үйді паналайды. Қазіргі уақытта ол қауіпсіз. Бірақ террор әлі аяқталған жоқ. Үйге кірген кезде Джеймс өзінің Мэридің ескі үйінде екенін түсінеді. Бұл өткенді еске түсіретін азапты және алаңдатарлық ескерту. Ол Мэридің өзін шақырған дауысын естиді. Бірақ қорқыныш оны іздеуді жалғастыруға мәжбүр етеді. Бөлмеде Джеймс 2017 жылдың маусым айындағы VHS таспасын тауып алады. Оны көргенде оның санасы бұзылып, ауруы басталады. Ол адам төзгісіз болып қалады. Ол өзінің психологына қоңырау шалып, бұдан былай шыдай алмайтынын мойындайды. Бірақ ол әлі де Мэридің үнемі қатысуын сезінеді. Ол басқа ештеңе айта алмай тұрып, телефон толығымен өшіп қалады. Психолог жауап алмай телефон соғуды жалғастырады және дүрбелеңге түсіп, көмекке шақырады. Мен Джеймске үлкен қауіп төніп тұрғанын ескертемін. Бұл арада Джеймс үйді кезіп жүр. Әр қадам сайын жағдай одан сайын мазасыздана бастайды. Атмосфера барған сайын тығыз, қысымшыл және тұншығып барады. Оны көзге көрінбейтін біреу үнемі бақылап тұрғандай. Оны ескертусіз тағы бір естелік басып озады. Ол Мэримен бірге бұл жерге алғаш рет барғанын есіне алады. Өйткені қала тұрғындары онымен байсалды үнмен сөйлесіп, махаббат қиын екенін, тіпті адам қатты жақсы көретін болса да, хабардар болу керек екенін айтты. Кенет шыққан дыбыс әңгімені үзіп, тұрғындар бір түрлі нәрсені бірден сезеді. Бір ауыз сөз айтпастан, олар шетке шығып, ерлі зайыптыларды жалғыз қалдырады. Олар жалғыз қалғанда, Джеймс кенеттен көптеген адамдардың пайда болуы қаншалықты оғаш екенін түсіндіреді. Мэри олардың бейтаныс адамдар емес, оның отбасы, әкесі қайтыс болғаннан кейін оны ешқашан тастап кетпеген адамдар екенін ақырын түсіндіреді. Содан кейін ол Джеймске әкесінің бейнесі бейнеленген портретті көрсетеді. Оқиға жүрек айнуымен бірге қазіргі уақытқа оралады. Джеймс қатты және ашы күлкі шығаратын адамды кездестіреді және Джеймс неге басқалар сияқты ауырмайтынын сұрайды. Ол өзін Эддимен таныстырады және Сайланд Хиллде не болғанын түсіндіреді. Ластану, шексіз жаңбыр және қаланы қиратқан оғаш тіршілік иелері. Эдди басынан өткерген сұмдықтардың дәлелі ретінде жараларын көрсету үшін көйлегін көтереді. Кенет олар баланың жылағанын естіп, дыбысты естіп, баланы қолында ұстап тұрған Лаура есімді кішкентай қызға барады. Джеймс өзін таныстырып, онымен бірге кетуге тырысады. Бірақ Эдди үрейленіп, қашып кетеді де Джеймсті жалғыз қалдырады. Осы кезде пирамида басы пайда болады. Джеймс қорқатын қорқынышты фигура және оған баяу жақындап келеді. Джеймс Мэриді көріп тұрғанына бір сәт сендіретін манекеннің жанынан өтіп бара жатып,
өз өмірін сақтап қалады. Манекен оны аңдып жүрген жан түршігерлік жаратылысқа айналғанда елес сейіліп кетеді. Джеймс шкафта әрең жасырынып үлгереді, ал пирамида басы бұл тіршілік иесін жойып жібереді. Айналада тыныштық орнады, бірақ Джеймс оның қауіпсіз емес екенін біледі. Есік ақырын ашылып, кенеттен қатты жарылыс бүкіл ғимаратты дүр сілкіндіріп, айналаның бәрін мұздатып жіберді. Ұзақ үнсіздіктен кейін Джеймс әлі тірі, шкафта тығылып, дірілдеп, бірақ аман есен. Ақыры сыртқа шыққанда Анджеланың үрейленіп, ашуланғанын көреді. Ол оны сол жерге келгені үшін ұрып соғып, бұл жер қорқынышты құпияларды ешқашан ашылмауы керек, шындықтарды жасырып жатқанын айтып, ескерткенін еске салады. Өйткені олардың кейбіреулері тым қараңғы болғандықтан ешкім шыдай алмайды. Ол оның еш нәрсе істемейтінін және оны құтқармайтынын айтады, және Силенд Хилл тозақтан да жаман екенін айтады. Қорқыныштан арылған Джеймс қайда бара жатқанын білмей, мақсатсыз жүгіреді. Жай ғана жүгіреді. Жолда ол Лаураны кездестіреді. Ол оған қуыршақты көрсетіп, бұл Мэридің сый екенін айтады. Мэридің есімін естігенде, Джеймс оған бұрынғыдан да жақынырақ сезінеді. Кенет олардың әңгімесін әлдебір шу тоқтатады. Лаура қашып кетеді. Ал Джеймс оның артынан қатты қуады. Ол оны нағыз лабиринт сияқты бұралған дәліздер арқылы жүргізеді. Содан кейін ескертусіз жоғалып кетеді де, оны тұзаққа түсіреді. Жас келіншек пайда болып, оның бұл жерден қалай кетуге болатынын сабырмен түсіндіреді. Джеймс оған Мэридің ауруханада жатқанын айтады. Әйел оған оны табуға көмектесетінін және оларда Лаураны іздейтінін айтады. Олар бірге алға ұмтылады, және көп ұзамай оларға ұсқынсыз жаратылыстар жақындайды. Олар жасырынып, керемет түрде қашып құтылады. Олар сыртқа шыққанда Джеймсті естеліктер басып қалады. Ол Мэридің адамдарды шақырғанын есіне алды. Отбасы оны бейтаныс жерге апарды, ол жасырын түрде олардың соңынан ерді. Олар Мэриді жер астына, үлкен жертөлеге апаратын жасырын есікке апарды. Қолында фонар ұстаған Джеймс өзін не күтіп тұрғанын білмей, қараңғылыққа батып, баспалдақпен төмен түсті. Әйелдің дауысы оны қазіргіге қайтарады. Ол аурухананың жақын жерде екенін айтады. Ішінде ол Мэридің дауысы жазылған радиоқабылдағышты тауып алады. Содан кейін алаңдатарлық нәрсе туралы хабарлайды. Бірнеше жыл бұрын Джошуа есімді адам ардагерлерден тұратын діни топ құрды. Джошуа қайтыс болғаннан кейін бұл топ оны пайғамбар ретінде құрметтей бастады. Ал оның қызы дәл олар іздеген адам. Джеймс естеліктерге қайта оралып, сол жертөлеге түскенін есіне алады. Онда ол алаңдатарлық рәміздерге толы оғаш киелі орынның салынғанына куә болды. Олар Мэриге ішуге бірдеңе берді. Содан кейін оны қанмен күйдіріп, қорқынышты рәсім жасады. Ол құрбандық шалғандай қанға боялды. Оларды мазалаған дыбыс қайта оралғанда естеліктер бұзылады. Олар дүрбелеңге түсіп, қашып кетеді. Оларды бір орында тұрған медбикелермен толтырылған бөлмеге апарады. Олардың денелері жансыз қуыршақтар сияқты табиғи емес позаларда бүгілген. Тыныштық адам төзгісіз болып қалады. Кенеттен Гурнидің үстінде жатқан медбике металды бірнеше рет ұра бастағанға дейін. Бұл дыбыс қалғандарын оятып, баяу, бірінен соң бірі медбикелер өмірге келіп, оларды қатты, бірақ тынымсыз қимылдай бастайды. Джеймс пен әйел лифтке қарай жүгіреді де, есіктердің жабылуын күтіп тұрғанда, Джеймс жаратылыстарға бет бұрып, оған уақыт сатып алады. Серігі кіріп, аман есен болу керек. Алайда, бір медбике соңғы секундта ішке кіріп, оған шабуыл жасайды. Соның салдарынан ол ауыр жарақат алады. Лифт қозғала бастайды. Содан кейін кенет тоқтап, кептеліп қалады. Джеймс есіктерді күшпен ашып, уақытша таңғышпен қан кетуді тоқтатуға тырысады. Бірақ ол сәтсіздікке ұшырайды. Себебі жара тым терең. Дірілдеген дауыспен ол оған неге бұлай қарайтынын білетінін айтады. Ол Мэриге ұқсайды. Джеймс Мэриді іздеп барғанша осында қалуын өтінеді. Ол кетер алдында ол оған бірдеңе уәде етеді. Егер ол Мэриді таппаса, олар Силенд Хиллден бірге кетіп, ешқашан оралмайды. Джеймс келіседі де, бұл уәденің ауыртпалығын иығында сезініп, кетіп қалады. Дәлізде Джеймс Лаурамен қайта кездеседі. Ол оған қуыршағын көрсетеді. Ол қазір нағыз тірі балаға ұқсайды. Лаура мұңайғанын айтады. Өйткені оны Мэриді ешкім жақсы көрмегендей, ешкім жақсы көрмеді. Содан кейін Джеймс барып, оны тауып алуын талап етіп, уақыттың өтіп бара жатқанын ескертті. Ол оны 318 бөлмеге апарып, есікті артынан жауып тастап кетті. Джеймс ішке кіріп, 4 қолымен гротеск жаратылысымен бетпе-бет келді. Құбыжық оны оңай ұстап алып, оны толығымен иммобилизациялады. Джеймс күресіп жатыр, бірақ өзін босата алмай жатыр. Ал ол қарсылық көрсетіп жатқанда, Лаураның дауысы суық және алыс естіледі. Ол шынымен дайын болған кезде ғана оралу керек екенін айтты. Джеймс кенет оянып, бәрі біткендей болды. Ол Силенд Хиллдегі ауруханада жатыр. Онда суық,
тыныштық және болып жатқан оқиғалардың шындығы бар. Көп ұзамай оның терапевті келіп, оған Джеймс ұзақ уақыт бойы аулақ болған шындықты сабырмен айтып береді. Ол оны жіберуі керек. Өйткені Мэри бірнеше ай бұрын қайтыс болды, және оның ешбір әрекеті оны өзгерте алмайды. Джеймс тағы да түс көріп, Мэридің алдында өзін бәрін көргенін, оның артынан жертөлеге барғанын және оның оған не істегеніне куә болғанын айтып жатқанын көреді. Ол онымен бірге кетіп, табалдырықты аттап, қашып кетуін сұрайды. Мэри оған мұңайып қарап, оның қорқатынын білетінін айтып, қашып кетпек болған кезде, оны ұстап алған күнін еске түсірді. Ол оған айтпау керек құпиялар бар екенін ескертті. Соған қарамастан, ол мұның бәрі маңызды емес деп уәде берді. Алайда, дұрыс сәт келгенде, ол бұрылып, оны артта қалдырды. Ол кетіп бара жатқанда, бәрі оны терезеден қарап, судьялар сияқты үнсіз және қимылсыз. Психолог Мэридің қарым-қатынасы аяқталғаннан кейін, біраз уақыттан кейін қайтыс болғанын және Джеймс оны ешқашан қабылдай алмағанын түсіндіреді. Ол қайтыс болғанда, ол оны жоғалтып қана қоймай, өзінің шындығын бақылауды да жоғалтты. Ал оның санасы қайғысымен бірге жойылды. Келесі күні Джеймс дәрігермен сөйлесіп, оның көңілін қалдырғаны үшін өкінетінін ақырын дауыспен мойындады. Содан кейін ол терезеге қарап жалғыз қалады. Сол кезде шындық қайтадан құлдырай бастайды. Джеймс бөлмеге қайта оралды. Қираған Сайланд Хилл ауруханасы және оның қасында Мэриді таппадым деп мәлімдеген аққұба әйел, егер ол оны таппаса, олар бірге кетер еді деген уәдесін еске салады. Ол кететін уақыт келді деп, ақыры өзінің есімін Мария деп жариялап, өзін таныстырады. Мария олардың А әрпінен бірден кете алатынын айтады. Бірақ сонымен бірге, ол жерде бірге қалудың басқа нұсқасын ұсынады. Егер ол шынымен қаласа, тек екеуі ғана. Джеймс азапты шындық пен жұбаныш беретін иллюзия арасындағы соңғы шешімді қабылдау керек. Ол фонарды алып, Мэриді соңғы рет іздеуге бел буады. Қатты шаршағанына және ақыл ойының шатасуына қарамастан батыл алға ұмтылады. Мария тоқтап, артқа бұрылып, әрі қарай жүрмеуін өтініп, қасында қалады. Бірақ Джеймс тыңдамайды. Олар лифтке отырады. Ал ол төмен түскенде, Мария оған дәлізде жүрмеуді ескертеді. Джеймс оны елемей, жолын жалғастырады. Дәлізден өтіп бара жатып, ол қабырғаға ілінген портреттерді байқайды. Олардың жүздері оған мұқият қарап, алға қарай жылжып бара жатқанда, оны бағалайтын сияқты. Мария оның соңынан еріп, барған сайын шарасыз дауыспен онымен бірге кетіп, сол жерден кетуін өтінді. Ақырында кейін біз Джеймстің шындықтан мүлдем алшақтап, үздіксіз сурет салып жатқанын көреміз. Оның санасы суға құлағанша ыдырай береді және шаршап шалдығып, сол жерде қалады. Ал оның алдында жалын көтеріледі. Жалын арқылы ол Лаураны көреді. Ол онымен бетпе-бет кездесудің уақыты келгенін айтып, Мэридің толық атын айтуды сұрайды. Естеліктерінің тұманында адасып қалған Джеймс Мэридің қабіріндегі есімді есіне түсіріп, оны дауыстап айтады. Лаура басын изеп, сәт келді дейді. Джеймс жалынға оранған дәлізден өтіп, бөлмеге кіреді. Ол Анджеланы тауып алады. Ол өзін ешқашан құтқара алмағанын және оған әрқашан біреу тиіп тұрғандай сезінетінін мойындайды. Кереуеттің астынан қолдары шыға бастайды. Олар оны анда-санда ұстап алады. Джеймс оған көмектесуге тырысады. Бірақ бұл пайдасыз. Ақыры екеуі де төсекке құлап, қараңғылыққа батып кетеді. Джеймс адам төзгісіз ыстық, тіпті ауада жанып тұрғандай көрінетін қолайсыз жерге барады. Ол жерде ол Мэридің жүзі бар қорқынышты құбыжықпен бетпе-бет келеді. Мұны көрген Джеймс көзіне жас алып кешірім сұрап, есінен танып қалады. Жаратылыс жалынға оранып, дірілдеп, одан тек балқыған және қорқынышты дене қалғанша айқайлайды. Сынған Джеймс отты дәліздерге қайта оралып, жалынның арасынан Мэриді еске түсіретін таныс фигураны көреді. Ол еш ойланбастан оның соңынан Сайланд Хилл тозағына тереңдей түседі. Бірақ оны ешкім күтіп тұрған жоқ. Тек от пен күл қалды. Ақырында Джеймс ортасында денесі жаймамен жабылған кереует тұрған бөлмеге кіреді. Ол жақындағанда ақыры оның Мэри екенін түсінеді. Ол санасында психологтың дауысын естиді. Ол Мэридің қайтыс болғанын және оны жіберу керек екенін қайталайды. Джеймс қашып кеткен, шындықпен жалғыз қалады. Ал оны соңғы рет көргені туралы естеліктер қайта оралып, әлем әппақ, тыныш және үнсіз болады. Уақыт тоқтап қалғандай. Мэридің алдында Джеймс кешірім сұрап, егер бәрі басқаша болса да, ол әлі де ауырып қалар еді. Өйткені әкесі оны өмір бойы баяу уландырған және оның алдын алатын ешкім жоқ екенін айтты. Джеймс шарасыздықтан оған қалай көмектесе алатынын сұрайды. Мэри оған қатты қайғырып қарап, оның жауабын бұрыннан білетінін айтып, оның бүкіл өмірін азап пен қорқынышпен өткізгенін және қазір оның тек еркін болғысы келетінін айтты. Ол бұл азапты енді көтере алмайтынын айтып,
өмірін аяқтауын сұрайды. Тіпті Хиллдің үнсіз тозағында да Джеймс ақыры оны жібереді, бірақ қашып құтылу үшін емес. Бірақ шынайы махаббат әрекеті ретінде ол шындықты қабылдайды және оны байланыстыратын нәрсені босатады. Мэриді шын мәнінде қандай болғанын, азап немесе кінә ретінде емес, әйел ретінде еске түсіре бастайды. Ол қазіргі сәттерін, әрбір күлкісін, әрбір үнсіз сәтін, әрбір сәтін кіммен бөлісті. Сізге тыныш естелік тілеймін. Осы соңғы көріністе Мэри бостандықта және оны кешіреді. Бірақ Джеймс бұл жеткіліксіз екенін біледі. Өйткені Мэри оны кешірсе де, ол ешқашан өзін кешіре алмайды. Ол өзінің қорқынышы мен әлсіздігін қабылдайды. Өйткені ол оған ең қажет кезде сәтсіздікке ұшырағанын түсінеді. Мэридің денесін көтеріп келе жатып, Джеймс оны абайлап, көліктің жолаушылар орындығына отырғызады. Көлік және көз жасын төкпей, көп ойланбастан теңізге қарай бет алады. Шетіне жеткенде, ол тікелей суға түсуден тартынбайды. Көлік баяу батып бара жатқанда, Джеймс бұл жолы қашып кетпеймін деген соңғы уәдесін сыбырлайды. Содан кейін уақыт өзгереді және оқиға олар алғаш кездескен сәтке оралады. Кездесті. Бәрі қайтадан басталады. Бірақ бір нәрсе өзгерді. Өйткені Джеймс бұрынғыдай емес. Ол қазір бәрін түсініп, қабылдап жатыр. Және бұл жолы олар бірге Silent Hillге емес,